Қайырлы күн ұстаздар, өздеріңізбен әдеттегідей Сандуғаш Қадырғалиевна. Бүгін сіздерге кері байланысты ұйымдастыруға және интерактивті тапсырмаларды құрастыруға арналған белгілі бір сайтты ұсынатын боламын. Ол бізде WooClub деп аталады. Осы wooclub.com деген сайтқа өтеміз. Және де біз міндетті түрде sign up деп тіркелеміз. Өзіміздің Google аккаунтымыз арқылы тіркелеміз. Бірден Google аккаунтыңызды таңдасаңыз, бірден тіркеліп кетесіз. Бұл жерде енді біз кері байланысты ұйымдастыруымызға болады дедік, және түрлі интерактивті тапсырмаларды ұйымдастыруға арналған функциялар бар. Қазақ тіліне аударып алдым. Мұнда оқиға жасау дегенді басамыз. Осы жаңа сұрақ дегенді таңдаған кезде мұнда бірнеше функциялары бізге көрініп тұрады. Бұл жерде кері байланыс алуға, ашық сұрақтар ұйымдастыруға, сәйкестендіру тапсырмаларын құрастыруға болады. Одан да бөлек презентация құруға болады, диаграмма, және де мұнда миға шабуыл деген әдіс бар. Сонымен қатар таймерін қолдануға болады, жаңадан шыққан. Сосын мұғалімдер арасында spinner wheel деген бар, танымал. Осы әдістерді құрастыруға болады. Сонымен қатар мұнда онлайн тақтада бар, whiteboard деген. Осындай сияқты функциялардан тұрады. Енді оның ішінде диаграмма құруға болады, және бұлтты сөздер түрінде де құруға болады. Ең бірінші мысалы біз көп таңдаулы дегенді басайық. Осы жерге біз міндетті түрде сұрағымызды жазамыз. Тек қана сұрақты жазып қоймаймыз. Біз музыка қойсақ болады, және де картинка қоя аламыз. Одан кейін мұнда міндетті түрде жауабын жазамыз. Егер тағы да жауаптар қажет болатын болса, онда плюс батырмасын басамыз. Және де қажетті дұрыс жауабымыздың қасына белгіше қоямыз, галочка, және де сейв деп сақтаймыз. Кабинетімізге түседі. Одан кейін мына жерде дисплей деген бар. Осыны басатын болса, бізде екі бет болады. Мына стрелканы алға қарай бассақ, оқушылар қалай осы сұраққа жауап беру қажет. Мына QR код арқылы немесе камераларын тақап, немесе мына wooclub.com деген сайтқа кіретте мына кодты енгізетін болады. Қазір мен өзімнің ұялы телефонмен бірден кіремін де тексеріп көрейін осы сұраққа жауап беріп. Ал екінші бетіне стрелканы басатын болсаңыз, мұнда жауаптар шығып тұрады. Осы жерде проценттер көрсетіліп тұр. Қанша адам қосылды, соған байланысты мұнда адамдардың саны көрсетіліп тұрады. Қазір 0-0 болып тұр бізде. Менің ұялы телефонымда қазір сұрақ тұр, мен жауап беретін боламын. Өз жауабымды бекіткеннен кейін мұнда міне бір адамның жауап бергендігі туралы шығып тұр нәтижесі. Одан кейін біз қайтадан келеміз. Word Cloud, яғни бұлтты сөз. Қазір Word Cloud'ды таңдайық. Мысалы, сабақтың басында немесе аяғында бір сұрақ қоюымызға болады. Одан кейін мұнда егер дұрыс жауабы болса, жазып қойсаңыз болады, плюсті басып. Керемет, тамаша, жақсы деген сияқты оны жазбасаңыз да болады. Одан кейін save дегенді басамыз тағы да біз. Одан кейін бұл жерге келіп display дегенді басамыз. Бір рет қана қосылсам болды, WooClub'қа шығып тұрады. Бүгінгі сабақ қалай өтті, мен мысалы жазамын. Тамаша, менің жазған жауабым бірден экранға көрініп тұрады. Келесі керемет. Тағы да мен мысалы тамаша деп жазатын болсам, екі рет. Нәтижесінде бұл сөз көбірек жазылып тұрғандықтан ол үлкен шрифтермен көрсетіліп тұрады сіздерге. Осылайша жүре береді. Келесі exit деп басып, тағы біреуін көрсетейін. Және де мен сіздерге міндетті түрде ұсынатыным, бұл жерде біз 3 функцияны қолданғаннан кейін бұл платформа платный деп шығады. Сол кезде сіз алдыңғы сабақта қолданған, мысалы бір тапсырмаңызды жойып тастасаңыз болады. 3 нүктенің үстінен барасыз да delete деп басып тастайсыз. Одан кейін create event деп басасыз да қайтадан жалғастыра бересіз. Миға шабуыл дегенді қарап көрейік. Мына жерге сұрағыңызды жазасыз, және де мұнда categories деп тұрған жерде біз мұнда топтарымыздың атауын жазып қойсақ болады. Белгілі бір тақырыптарды жазып қойсақ болады. Одан кейін сақтау дегенді басамыз. Одан кейін тағы да қалай қатысуға болады дегенде, міне осының үстінен дисплей дегенді басып, егер мен бірінші топтағы адам болатын болсам, мен мына жерге өзімнің тақырыбым бойынша ойымды жазамын. Мысалы, бүгінгі сабақ ұнады, немесе бүгінгі тақырып бойынша жазсам болады. Бірінші категорияға ғана жазалдым қазір. Мысалы, екінші категорияға, немесе үшінші категорияға барып жазсам болады. Мысалы, яғни бұл жерде сіз бірнеше топтарды қоса аласыз, мына санат қосу дегенді басып, яғни бұл жерде оқушылар әрбір топ бөлек отырып, белгілі бір сұрақ берсеңіз, сол сұрақтарға жауаптарын жазып отырады. Яғни бұл платформа бізде мүмкіндіктері өте көп. Егер сонымен WooClub платформасының мүмкіндіктерін қолданып көріңіздер, кәделеріңізге жарасын.